Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет кешкі асқа не болмаса түскі асқа дәл осындай ерекше тамақ жасайтын боламыз. Видеоны жоғалтылмастан алдымен каналыма подписаться жасап қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен тартылған етіміздің үстінен осылай ұсақтап туралған пиязымызды қосып, оның үстінен аздаған тұзымызды және қара бұрышымызды қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап мыжғылап, бір масса болғанша жақсылап мыжғылап дайындап алатын боламыз. Дайын болған салманы дәл осылай қолымыздың көмегімен дөңгелектеп, осылай құрт тәрізді етіп дөңгелектеп форма шығарып алатын боламыз. Кішкентай ғана фрикаделькілер осылай жасап алғаннан соң алдын ала табамызды отқа қойып, оның үстінен дәмді болу үшін осылай сары майымызға қуыратын боламыз. Сары майымызды осылайша ерітіп алғаннан соң оның үстінен фрикаделькілерімізді, яғни жаңа дайындап алған фарштарымызды дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қызып тұрған майымыздың үстіне барлығын теріп салатын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Біздің бұл фрикаделькілерім ешқандай езілмей дөңгелек болып пісетін болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де жасап көрсеңіздер, өз отзывтарыңызбен осы видеоның төменгі жағында комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Міне дәл осылай барлығын теріп алғаннан соң осылай екінші бетін қызартып қуырып алатын боламыз. Майымызға жақсылап қуырып алғаннан соң кішкене қоюлау болу үшін бір ас қасық ұнымызды қосып кішкене қуыратын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Күнделікті тамақ рецептінен жалыққан болсаңыздар, онда дәл осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы да өте оңай, әрі тез пісетін тамақтың түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығы екі бетін қызартып қуырып алғаннан соң үстінен осылай томат пастасын салып, оны жақсылап араластырып алғаннан соң оның үстінен осылай бір ас қасық ұнымызды қосып жібереміз. Бұл біздің тамағымыздың кішкене қоюлау болу үшін көмектеседі. Осылайша ұнымыз салғаннан кейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Кішкене уақытта біраз уақыт қуырып алғаннан соң тамағымыздың үстінен аздаған бір бокалдай суымызды құйып дайындап алатын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Достар, керекті грамм массалардың барлығын, қанша грамм фарш керек, қанша грамм пияз керек, барлығын осы видеоның төменгі жағында описание ететін бөлім бар, сол жерге жазып қалдырамын, сол жерден қарап жазсаңыздар болады. Осылай қуырып алғаннан соң бір бокалдай суымызды құйып қайнатуға, яғни бұқтыруға қоятын боламыз, орташа отқа. Алдын ала осылай картоптарымызды пісіруге қойып қоятын боламыз. Осылай қайнап пісіп шыққан картоптарымызды жақсылап езгішпен езіп, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымыз және аздаған сары майымызды қосып жақсылап араластырып, оның үстінен аздаған сүтімізді қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Кішкене қасықпен араластырғаннан соң әрі қарап осылай миксермен жақсылап араластырып, дөңгелегі қалмайтындай етіп, түйіршік болып қалмайтындай етіп миксерлеп алатын боламыз. Барлық жерін бірдей миксерлеп алғаннан соң, енді дайын болған осы пюрелі массамызды бір ыдысымызға салып дайындайтын боламыз. Міне біздің тамағымыз бұқтырылып пісіп дайын болды. Астын ең төмен отқа қойып, кішкене қақпағын жауып қоятын боламыз. Осылай пюрелі массамызды пакетке салып, дәл видеода көрсетілген етіп, дөңгелектеп, дәл осылай сәндеп шығарып аласыздар. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, видеоны жоғалтпастан міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.